Бүгін олар прайзада шылызырға күстенгенер. Біздің саблық писателер, прозаиктер, драматургтер, нала чайы шешолына пасшытқын шиттер, шуштастарын литературының палғылысты сылғын улус. Бүгін 3 мартта телекейді писателер күні танықтылша. Ана оларына арлып честер бөгінің ертірілген пұтуғазығы. Көпшілігі сөстер шетірілген чаячыларға. Республиканың культура министерствозы писательерге, ученыйларға, культура туғынжыларына арлыстық пычықтыр базы сайықтар шетірген. Мен шарадағы культура туризмді істентім, методист болып, национальный творчество методист болып істентім. Анда балаларның істентіғын үшін постілімнің сценарийларды бастығын үшін аның сығары сағынтым. Біздің республикада пасшытқын ұстырға алынжы қайғы салылча. Иди Моисей Баиновтың, пазы Николай Домажаковтың атарының республика пазының литература премиялары берілче. Хакасиядағы чайышылар туразы шет авторлар табырғытып аймақты оқса парша. Бүкінді писателер арасында чайышы оңдайлық пішитер парлар. Оларның бірсі Мария Окунева көрік жерлеріне кебелездің шапсытқан. Кім литератураны қығырбенжа, ол шұртастың ортық қалша, шұртастың обочины түпшелер. Оның ишеттергі айлыншам бұл шұртастың арбаларға қынзаңар, литератураны, пістің шұртастығы сұрғыларыны пістің авторлар көдіршелі. Хакасияды шұртып жатқан авторлар. Біз литература шұртыстарын персілғын ұлысты өдік бұл пайрамның алғыстап шабыз. Жасқылық болыңар, сірердің шайышы тоқыстарын қығырғыжыларына манамандар оламық өріндірзін.